Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында қызметтік борышын атқару кезінде ерлікпен қаза тапқан полиция капитаны Жәлелхан Мұрымбаевты мәңгі еске қалдыру мақсатында оның қызметіне мемориалдық тақта орнатылып, салтанатты ашылу рәсімі өтті деп хабарлайды полиция KZ. Игі шараға офицердің әріптестері, Тарбағатай аудан әкімдігінің өкілдері, Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті бастығының орынбасары Серік Манапов, ішкі істер органдары мен ұлттық ұлан ардагерлер кеңесінің төрағасы Нұрлыбек Үдербаев, марқұмның туған туыстары мен жақындары, сондай-ақ кадет сыныбының оқушылары қатысты. Жиын 1 минут үнсіздікпен басталып, халық үшін жанын қиған ержүрек полиция қызметкеріне тағзыммен жалғасты. Капитан Мұрымбаевтың антына адалдығы мен батырлығы ел жадында мәңгі сақталмақ. Ерлігі үшін ол Бауыржан Момышұлы атындағы нөмір 2 дәрежелі айбын орденімен қаза тапқаннан кейін марапатталған. Жәлелхан Мұрымбаев батылдық пен адалдықтың жарқын үлгісі, оның ерлігі отанға деген шынайы сүйіспеншіліктің көрінісі. Ол өз өмірін қауіпке тігіп, өзгенің өмірін арашалады. Біз оны есімізден ұмытпаймыз және болашақ тәртіп сақшыларын осы ерліктің рухымен тәрбиелейміз, деді полиция департаментінің бастығы Ерлан Омарбеков. Жас сақшы патриоттық сыныбының оқушылары батырға арналған өлеңдерін оқып, оның ерлігі келер ұрпақ жадында сақталатынын жеткізді. Себебі нағыз батырлар оларды еске алған кезде ғана мәңгі өмір сүреді. Жәлелхан Мұрымбаевтың жарқын бейнесі батырлық пен абыройдың символы. Оның есімі отан алдындағы адал қызметтің, ар-намыстың және қайсар рухтың үлгісі ретінде ел тарихында қалды. Бүгінде оның ұлы әке жолын абыроймен жалғастырып, Қазақстан халқына қызмет етуді өмірлік мұрат еткен.